Сәлем, сіздермен 99 каналы. Сіз өзіңіз жайлы қаншалықты білесіз? Бүгінгі видео биологиядан қызықты тестке арналады. Кеттік, бірге орындайық. Иә немесе жоқ, 4 жасар бала күніне 400-ге жуық сұрақ қояды. Иә, кішкентай балалар бұл кезде таным процесінде болады. 4 жасар бала күніне 400-ге жуық сұрақ қояды. Рас немесе жалған, адам көрген түсінің 50%-ын есінде сақтайды. Жалған, адам көрген түсінің 90%-ын ұмытып қалады. Рас немесе жалған, адам ағзасында 20 000 дәм сезу рецепторлары бар. Жалған, адам ағзасында 2000 дәм сезу рецепторлары бар. Бірнеше жауаптар. Адамның жалғыз мүшесінде ғана қан жоқ. Көз, құлақ, немесе мұрын. Көз. Нақтырақ айтқанда, көздің қасаң қабығы. Ол оттегін тікелей ауадан алады. Орнын толтыр. Қол тырнақтары аяқ тырнақтарына қарағанда неше есе тез өседі? Қол тырнақтары аяқ тырнақтарына қарағанда 4 есе тез өседі. Адамның тез өсетін тырнағы бас бармағы, ең жай өсетін тырнағы ортаңғы саусағы. Адам ағзасына небәрі 4 минерал кіреді. Апатит, арагонит, кальцит, кристаллит. Тест аяқталды. Ендеше қанша сұраққа жауап бергеніңізді жаза кетіңіз. Тест соңында сіздерге қызықты мәлімет ұсынғым келеді. Сіз кит жайлы білесіз бе? Көк киттердің дауысын 850 км қашықтықтан естуге болады. Және көк киттердің тістерінің орнында шеміршектер болады. Киттің баласының бойы 10 метр болады. Және киттер күніне 1500 тонна су жұтады. Және бұл судың бір бөлігін қайтадан шығарады. Киттер баласын сүтпен қоректендіріп, құрлықтағы жануарлар сияқты өкпесімен дем алады. Видеоны аған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.